Бізге мынандай нәрсе керек. Мен ойлап отырмын, 5-ші сыныптан бастап Қазақстанға жаңа пән енгізу керек. Ол қылмыс деп аталу керек. Яғни біздің балаларды соған үйрету керек. Қылмыс деген не? Арты оның не болады? Қандай түрлері бар? Неге оны жасамау керек деген сияқты. Сосын семейдегі анандай жағдайлар аз болады. Енді ондай резонанс болғасын ғана кетті да ол. Ал көп ондай туалетке кіргізіп, анда кіргізіп, жаңағыдай 4-5 бала, бірақ мына жерде ұлттар бар да, ұлт. 4-5 өзге ұлттың өкілі қазақ баласының басына секіріп ойнай келген істеген, ол дұрыс емес. Сол сияқты 4-5 қазақтың баласы болса, орыстың бір баласына олай жабылмау керек. Болмаса басқа ұлттың өкіліне. Ол дұрыс емес. Бізге немене керек? Бізге осы жаңа пән керек. Кішкентай кезден бастап олар оқу керек. 5-ші сыныптан бастап оқысын қылмыс жайында. Түсінсін. Оқыды, 11 жылдыққа дейін миына келмеді бұл ақпарат. Немесе 8-ші классқа дейін болды, колония. Шіріту керек. Ауыр жұмыстарға салу керек. Барлығын ата-анаға артпай. Сондықтан бұл бізге өте керек сабақ деп ойлаймын. Және қазақ өзін өз жерінде элита сезіну керек. Текті элита.